Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балықтан KFC жасайтын боламыз. Ең алдымен балықтарымызды дәл осылай тазалап алатын боламыз. Сосын осылай турап аламыз. Мінекей, дәл видеодағыдай бөлік-бөліктерге кесіп алатын боласыздар. Мінекей. Міне осылай барлығын турап алдық. Енді духовканың ыдысының решеткасы керек болады. Ең бірінші балығымызды тұздап алып, решеткамызға орналастыратын боламыз балықтарымызды. Неге дәл видеодағыдай балықтарымызды тұздап орналастырамыз. Мінекей орналастырдық. Енді бізге керекті затымыз кішкене ғана ұн қажет болады, содан соң су қажет болады. Араластырамыз. Мінекей кішкене құйып жібереміз. Тағы араластырып алатын боламыз. Міне дайын. Енді балығымызды алып массамызға аунатып, одан соң панировочный сухарикке аударып алатын боламыз. Мінекей қалғандарында дәл мен айтқандай, дәл видеодағыдай істеп алатын боласыздар. Мінекей дәл осылай екеуіне де аунатып шығатын боласыздар. Міне, енді қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей осылай салып, үстін кішкене басып қоясыздар. Қызарғанша жақсылап қуыратын боласыздар. Неге қалғандарында солай қуырып алатын боласыздар. Мінекей. Міне біздің балықтан жасалған кепсиміз дайын болды. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балық жемейтін балдарыңыз міндетті түрде осы балықтан жасалған кепсиді жеп кетуі мүмкін. Тіркеліп лайк басып, löpül басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.